Рашистлер Херсон хастаханесіні ұжыметті. Бір қадем яраланды. Херсон вилетінің әрби мемориет елбасшысы Ярослав Янушевичнің қайдеткеніне көре, Русия мермілері бала бөлігі ве моргқа зарар кетірді. Береслав шерінде де хастахане Рус ұжыміне ұғырады. Тедавиледжі бөлігінің дамы зарар көрді, қомшы бөліклерінің пенжере жамлары қырылды. Рашистлер Херсондан қуылған сон, олар систематик шекілде шеріні ракета ве артиллерия тіртібатларынан ұжыметі. Русня просто гатить в сторону міста Херсон. В них, я думаю, що немає конкретних цілей. Вони просто попадають, аби попасти в місто. Попадають по цивільним будинкам, по приватним будинкам, по багатоповерховим будівлям, просто по якимось магазинам, аптекам, аби просто нашкодити херсонцям. Херсон территориаль мудафасынан қызметшісі қайдеткеніне көре шерде Рус дүниясынан мұхлислері қалды. Оларны әр заман қыдырып белгілейлер. У місті все ще є достатньо людей, які просто ховаються, які співпрацювали або просто ще не видали себе. Жоден покарання свого не уникне. Украина арбилері үшін ижда чоқ. Олар шер телекесіз ве стабиль олмасынен ұғырашып, мұйым территория ве объектлеріні майынлардан темізлейлер. Олар арасында Чернобаевкада ерлешкен халқара Херсон авалиманы. Бұ авалиманда ерлешкен ишгалжелерінің бір чоқ учақ ве вертолетлары Украина артиллерия желары тарафындан yok етілді. Анда техника қалымтыларындан ғайры бір чоқ телекелі ве патлай білген тертібатлар қалмақты. Украина имайджелері Луганск ве Донецк велетлерінде рашистлерінің да бір сырау жүмлеріні ұрып қайтарды. Баштапның малиматына көре, рашистлер евел олғаны кібі Бахмут ве Авдеевка юнелішінде ұжымлеріні құветлештіре. Бахмутның Женюб ве Шарқында ұрушлар олып кече. Украина имайджелері артиллерия тіртібатларынан душманнан сила едеклеріні yok еті. Украина қараманлары өз жесірлігінен душманнан эпос ұжымлеріні ұрып қайтара. Жебенің башқа қысмында ракетажыларымыз душман арбилері топлашқан ерлеріні yok етмеге девам еті. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ. Қырымлы саяси мабуслерге белгіленген умуми апыс мұддеті 1300 жылны артты. Бұн Украина тыш ішлері назирінің бірінші муавины Эменежі Парха береті. Оның сөздеріне көре мабуслер Қырымдан мечбурен алып кетіріліп, Русия территориясынан түрмелерінде тұтылғаны, оларының имайесіні қиынлаштыра. Найбільш вразлива категорія політв'язнів – літні люди, яким окупанти не забезпечують нормальних умов ув'язнення, які мужньо відбувають свої драконівські строки, хворіючи найрізноманітнішими важкими хворобами без належного медичного супроводу. 155 Украина ватандашы işgalciler tarafından siyasi sebepler ile hapsке alınған. Ulardan 109'ı Kırım tatarlarıdır. Bunu Ukraina prezidentinin Kırımdaki daimi temsilcisi Tamila Tasheva haber etti. Bundan gayrı kanunsuz hapsке alınıqlarının yanı kategoriyası da var. Bu Ukraina'nın yanı işgal etilgen teritoriyalarından Kırımға ketirilgen mabuslerdir. Tasheva'nın malumatına göre bu mabusler mağaz ve hapshanelerde hatta işgalci Rusiyanın kanunları riayet etilmesden tutula. Оларына СР olarak tutалар. Представництву відомо про 155 наших громадян, ув'язнених незаконно з політичних мотивів. Із них 109 – кримські татари. До цього переліку ми не вносимо більшість людей, які примусово переміщені з окремих районів Херсонщини та Запоріжжя до окупованого Криму. Окупаційною владою ці громадяни ні в чому не обвинувачуються, а просто утримуються в якості заручників. Це нова категорія незаконно ув'язнених, до яких часто неможливий доступ адвокатів. Адже окупаційні адміністрації не визнають факту утримання цих осіб.
А поки вони утримуються інкомунікадо, зазнають катувань і жорсткого поводження. Россия Украинаға нисбетен атқан ракеталарынан %62-сы цивиль объектлерге юлланылған. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский қараңлық вақытларда инсан ақлары халықара конференциясында айтты. О Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Умуми инсан ақлары декларациясы қабыл етілмесінің 74-ші жылдығына бағышланған еді. Зеленский işgalciler Украинаның запт етілген территорияларында фильтрацион лагерлер, жазаханелер тешкіл етілгенні ве инсанлар өлдіріліп, умуми мезарлықларға көмілгенлеріні қатырлатты. Бұнен бәрбер Русия тахменен 2 миллион Украина ватандашыны сүргін етті дей. Русия девлеті Украина территориясында япқан жинайетлеріні 2-ші жан-женкі заманында олған жинайетлерінен қиясламақ мүмкіндір. Українські міста та наші містечка, наші села, які російська артилерія розбиває просто на каміння. Не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл. Авіаційні, ракетні терори, удари Російської Федерації, який так нагадує нацистські бомбардування Британії, Лондона з усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого. 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності. Азатлық, мұсавилік ве адалетлік Украинаның әрбір көшесінде инсан ақларыны ғайрыдан тіклейік. Меджлис Қырым-Татар ресурс мерkezінен бері халқара инсан ақлары күніне бағышланған акция башлата. О ел декабрінің 10-ында қайдетілі. Өлдіров, террор ве сияси тақыплер 2014 сенесінден Русия тежауыз нәтижесінде işgal етілген Қырым ве Донбасс сакенлері үшін керчеклікке чебірілді. Шымды бұл террорны işgal етілген Херсон ве Запорижжя вилаетлерінің қысмында яшаған инсанлар дуймақта. Қырым-Татар ресурс мерkezінің мәліметіне көре, тек Қырымда 9 ел девімінде жинай дабалары бойынша тақып етілген инсанларының сайысы 266-ға етті. Олардан 189-ы Қырым-Татарларыдыр. Мемори тақыплерге оғыратылған инсанларының сайысы 1000-ден зияде олды. Onun için акция iştirakçileri öz içtimai ақ sayfelerinde hazırlanған мақсус плакатларына ерлештірмеге чағыра. Böyle şekilde dünyaya Ukrayna халқының бірлігі, işgal etilgen Қырым ve diğer işgal etilgen territoriyalar azat etilmesinin istegini gösterecektir. Plakatlarına Liberate Crimea ve ressam Andriy Yermolenko hazırladı.